қарасам басынан бастап мүрдені топырақ жұтып жатыр дейді. 28 жастағы жігіт туралы әңгіме айтып отырмыз негізі асылында. Ғой кім біліпті, біреуге ысқырса әскер қосыла салуы мүмкін ол жерге. Не соншама бұларды осындай өлімге шейін алып келеді. Тамақ қорыту үшін мезин ішіп жатпаймыз ол кезде. Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, бүгін сіздермен бүгін бізде қонақта жобасының спикерлері. Әдеттегідей сіздердің сұраныстарыңыз бен қолдауларыңыздың арқасында бүгінгі келесі шығарылымды шығаруды жөн көрдік. Олай болса, бүгінгі қонағымызды таныстырмастан бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, әр шығарылымда комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, онда бүгінгі бізде қонақта болатын сахабаны таныстыратын болсақ, бұл кісі 597 жылы милади жыл санағы бойынша Медина қаласында дүниеге келеді, яғни ансарлық сахаба, және де 625 жылы милади жыл санағы бойынша Меккеде қайтыс болады. Бұл кісі жайында ондай көп мағлұматтар жоқ, дегенмен жаңағы туыстарына келетін болсақ, Амир ибн Аф руынан болып келеді. Бұл кісі Кульсум ибн Хидмин және Саад ибн Хайсама радиаллаху анхума осы кісінің туыстары болып саналады. Ендеше бүгін бізде қонақта болатын сахаба Хубайб ибн Ади ибн Малик ибн Амир әл-Ауси әл-Ансари радиаллаху анху болмақ. Және бүгінгі біздің негізгі тақырыптарды айта кететін болсам, Алла және оның елшісі Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламды сүю және оған еру жайында болмақ. Және екінші, бүгінгі біздің қонағымыз Хубайб ибн Ади атты сахабамызға түсетін мұғжизалық жайлы, және үшінші, шахидтік ұғымы жайлы сол ұғымды тереңірек түсіндіретін боламыз. Олай болса, ұстаз, бірінші сұрақты бастасақ, Алла және оның елшісіне еру, оған деген сүйіспеншілікті қалай арттырамыз? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا القول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرة قدرменді бауырлар, Аллаху субхана ва тағаланың көмегімен, жәрдемімен, рұқсатыменен Құдай қаласа бүгін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қолында тәрбиеленген үмметке ғасырлар бойы қияметке шейін үлгі болатын атақты мәдиналық үлкен ұлы сахаба Хубайб ибн Ади радиаллаху анху жайында Құдай қаласа шамам жеткенше бір сағатқа жуық әңгіме айтатын боламыз. Егер әңгімеміз барысында бұл кісінің шанына, шөһретіне, атағына, абыройына, хақиқи болмысына бір кедергі келетін сөздер айтып алсақ, Алла тағаладан кешірім сұраймыз. Бұл біздің қателігіміз. Егер осы кісі сіздің жүректеріңізге жол табатын болса, кішкене болса да сіздердің өмірлеріңізді өзгертуге көмектесетін болса, әлбетте бұл ол кісінің артықшылығы. Аллаху субхана ва тағаланың жәрдемімен, көмегіменен бисмилля деп бастаймыз. Сіздер де қолдауды ұмытпаңыздар. Бұл істі жүргізу оңай емес. Бүгін міне Хубайб ибн Адиді екінші рет түсіріп отырмыз. Кейде бір сондай сахабалар болады. Алла олардан разы болсын. Кейде олардың қалай айтайын, дәрежесіне лайық болмаған әңгімелерді айтып алуымыздың кесірінен бірнеше түсірілім қайта-қайта жасаймыз. Егер сіздердің қолдауларыңыз болмаса, егер сіздердің астына қайта-қайта жазып атқан комментарийлеріңіз, сіздердің сұрауларыңыз болмаса, бұл проект баяғыда тоқтап болған болатын еді. Сіздердің ықыластарыңыздың арқасында бізге қаншалықты қиын болса да, қаншалықты моральдық, материалдық тұрғыдан ауыр болса да, сіздердің ықыласыңа қарап біздер осы істі бір дұрыс, Алла қалаған бір іс деп өзімізше ойлап жүрміз. Сол үшін Құдай қаласа жалғастыруға тырысып жатырмыз. Өткен аптада түсірілген түсіріліміміз болмай қалды, көңілден шықпай қалды. Бүгін Құдай қаласа тағы да түсіретін боламыз. Алла ісімізге береке берсін, хайыр берсін иншалла. Біріншіден, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға үммет болу, жасымыз 40-қа келсе де, жалпы көзімізді топырақ жұмғанға шейін ол кісіге еру деген тақырып күн тәртібінен түспейді. Өзімізше анан оқимыз, мұнан оқимыз, бакалавр оқимыз, магистратура оқимыз, дін университетін оқимыз, қаншама ғалымдардың ортасында жүреміз, араласамыз. Сонда да
бұл сахабаларды оқуменен өзіміздің қаншалықты діннен ұзақ екендігімізді, өзіміздің қаншалықты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламнан ұзақ екендігімізді, пайғамбарды жақсы көреміз деп жаңа ата аталған кезде алейхиссалату уассалам деген сөзге алданып жүргенімізді барлығын осы кісілердің өмірінен көріп, кейде таң қаламыз. Аллаға сансыз шүкірлер, сіздердің қолдауларыңыздың арқасында біз бүгін Құдай қаласа тағы да осындай бір үмметке бір үлкен үлгі болатын, қоғамды батырлықпен тәрбиелейтін, исламның жолында өзінің өмірін сарп ететін осындай бір үлкен кісі туралы бүгін айтамыз. Тақырып ауыр, сол себептен Алла тағала шектен шығып кетпеуге бізге мүмкіншілік берсін. Сіздерге де дұрыс түсінуге, дұрыс қабылдай алуға және шамаларыңыз келгенше амал етуге Алла тағала мүмкіншілік берсін деп айтқымыз келеді. Бұл кісінің өмірін зерттеп жатып, біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламға шынында үммет болу, сахабалар пайғамбарымыз үшін, діні үшін қалай аяққа тұрды, қалай өмірінің соңына шейін жан жағынан 40 найзамен түйреп атқан кезде қалай адамның бақытты өмір сүруі, бұл ақылға сыймайтын нәрселер. Қазір біз кішкене бір-екі видео түсіргенімізге жаңағыдай бір-екі адамның қолдауын көрсек, мәз болып бір үмметті құтқарып жүрген адам сияқты кейде ірі-ірі әңгіме айтып жатамыз. Бірақ адамдар бір ауыз ләм мим демей, бүкіл денесімен, санасымен, барлық нәрсесімен дінге қызмет етті да өмірден былай шығып кете салды. Көбімізге бұл тәкаппарланбауға, 10 жерден жаңа мен ұстазбын, мен имаммын, мен басқамын деп жүрсек та, бәрібір Хубейб ибн Ади сияқты бола алмайтынымызға, сол себептен әрқайсымыз өзіміздің орнымызды тауып алуымызға, әсіресе мен мына нәрсені айтқым келеді. Интернеттің желісіне шығып алып, амен бұны білмейтін, таяқты әлеп деп білмейтін, дін ғылымын оқымаған, дінді зерттемеген адамдардың шығып оңды-солды әңгіме айтуы, бұл кішкене дұрыс емес әңгіме екен. Бүгін Құдай қаласа осы кісінің өмірінен айтатын боламыз. Жоғарыда айтып кеткеніміз сияқты бұл кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен 4 жыл өмір сүрген. Өзі пайғамбарға пайғамбарлық келерден алдын 13 жыл бұрын дүниеге келген. 12-13 жасында ислам келген. Исламға келген емес. Ол кісі 12-13 жасында ислам келген. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға пайғамбарлық келген. Бұл кісі өзі 22-23 жасында Мәдинаға келген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен қауышқан, исламмен қауышқан. Білесіңіз, жаңағы Кульсум ибн Хидмин туралы айтып қалдыңыз. Бұл Құба мешітінің тұрған жері қазіргі. Мәдинаға барған, қажылыққа барған адамдар болса жақсы біледі. Міндетті түрде зиярат етуге және мәсур дейді ғой, сауап алатын мүмкіншілігі бар зияраттардан бір жер сол Құба мешіті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл жерде алғашқы жұма оқыған. Келіп сол Кульсум ибн Хидминнің үйінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Мәдинаға бірінші келместен алдын сол жерге барған. Ол кезде қазір бұл Мәдина болып кеткен ғой, енді ол кезде Мәдинаның сырты болса керек. Сол жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы Хубейб ибн Адидің ұруы сол жерде тұрған ол кісі, сол микрорайонда. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды Меккеден алғашқы қабылдап алған сахабалардың қатарында бұл кісі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Мәдинаға келгеннен кейін шамамен 6 ай, білесіңіздер, мешіттің құрылысы жүреді. 6 ай. Анас ибн Маликпен арасында бір оқиға бар. Анас ибн Малик ол кезде кішкентай бала. Умму Сулейм анамыз ол кісіні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қолына алып келеді. Сізге қызметші болсын деп. Кішкентай, сол кезде 5-6 жас шамамен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Умму Сулеймнің шынайы ішкі жан дүниесін көріп, асылында Анас ибн Малик пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға бір қызмет ететін жаста емес қой негізі. Өзіне тәрбие керек, оны жуындыру керек, оны киіндіру керек, өзіне қарайтын бір жастағы адам ғой. Бірақ Умму Сулейм анамыз оны босқа алып келіп тұрған жоқ қой енді. Қолында еш нәрсе болмағасын, шынында шын ықыласымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға алып келді, пайғамбарымыз да оны қабылдады. Алла тағала Анас ибн Маликтің өмірін айтуды да
бізге мүмкіншілік берсін, бұған бір фурса берсін иншалла. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи үйінің ахуалынан бүкіл жағдайды бізге жеткізетін сахаба, сол кісінің үйінде өскен. Сол себептен үйіміздегі ахуал шахсияға байланысты мәселелердің барлығын Анас ибн Малик жеткізеді. Сол кісіні жібереді. Ансарлықтардан кімді танысаң, мұхаджирлерден кімді танысаң, солардың бәрін хұзурыма шақыр. Осылай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның алдына кейбір риуаяттарда 53, 83, 93 деген риуаяттар бар. Яғни белгілі бір дәрежеде сахабалар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хұзурына жиналады. Сол жерде муахат оқиғасы, немесе бауырластыру оқиғасы, бір-біріне біріктіру оқиғасы, мұсылманның бауыры деген тақырыпта пайғамбарымыз таң атқанға шейін уағыз айтады сол жерде саллаллаху алейхи уассалам. Сол жерден сахабалар бөлек күйге еніп шығады ғой. Солардың арасындағы бір-біріне деген сүйіспеншілік сөзбен айтып жеткізу қиын асылында. Жаңағы Хайбар шайқасына дейін, үлкен ғанимет түсетін Хайбар шайқасына дейін арада қанша жыл бар? 3 жыл, 4 жыл. Сол 4 жыл бойы мұхаджирлер бір жұмыс жасаған жоқ қой, басым көпшілік. Барлығын ансарлықтар қамтамасыз етті, бүкіл жағдайын. Тіпті мынандай жағдай болды. Құрма жиналады, жеміс, махсул дейді ғой, махсул жиналады, махсул ортаға қойылады, жәшікке бөлініп, тең бөлініп ортаға. Сол жерден бірінші мұхаджирлердің таңдау хақы бар. Уражай жиналады, уражай әкеліп ортаға қойылады, екіге бөлініп. Сосын мұхаджирлер келеді, таңдайды. Қайсы ұнайды, солар соны алып кетеді, қалғаннан ансарлықтар алады. Асылында Меккеден келген мұхаджирлер жұмыс жасай алмайды негізі. Меккеде сауда, егін көрмеген, мал көрмеген, ол жерде үлкен қажылықтың орталығы болғаннан кейін бәрі сол сауда саттықпен, қызмет жасаумен, услугамен айналысқан ғой қысқашасы. Мәдинада ондай емес, Мәдинада қажылық жоқ, еш нәрсе жоқ. Олар таңертеңнен кешке шейін мал бағады, және диханшылық бар. Бұлардың қолынан я мал бағу келмейді, қолынан я диханшылық келмейді. Екі қолын аузына салып отырады. Бәрі бірдей Абдурахман ибн Ауф емес қой, базарға шығып кетеді. Сол себептен бәрі аузын ашып, Хайбарға шейін біреу ләм мим демей қолында не болса соның бәрін бөлісті. Қараңыз, сен өзің егін егесің, сен қарайсың, қадағалайсың, мал бағасың, төлдейді, сосын анаған біреумен бөлісесің. Ол еще 1 жыл емес, 2 жыл емес, 3 жыл емес. Сондай үлкен, ұмытпасам, сол Хайбарда үлкен ғанимет түседі. Содан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, ансарлықтарға болды, енді мұхаджирлердің өз қолы өз аузына жетті. Енді ары қарай өздері сауда саттықтарын жасап күндерін көрсін. Соған дейін ләм мим демей бір-біріне көмек. Не айтты деймін да? Не айтты? Бір жоба бастаймыз ғой, бір проект бастаймыз да, анау жерге келгенде мынау ақсайды, мына жерге келгенде мынау ақсайды. Болмаса барлығымыз бірдей күш салып жатырмыз сол нәрсеге. Кейде бір нәрсенің соңына жете алмай жатамыз. Бәрімізде ортақ мүдде болғанның өзінде. Қалай 3-4 жыл бойы? Субханалла. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды Аллаху субханаху ва тағала жер бетіне арнайы сондай бір ерекше қабілетпен, қасиетпен жіберген ғой. Ол кісі бір нәрсе айтады, болды, адамдар соның жолында өлген. Екінші рет екетпеген ол нәрселерді. Осылайша сахабалар жиналады, бір-біріне бауыр еткізеді, осылай бәрін жібереді. Бауырластыру оқиғасына байланысты көп әңгіме айтсақ болады, және біз үнемі әңгімемізде былай айтамыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір сахабамен бір сахабаны бауырластырғанда, екі таразыны бірдей тартатын дәрежеде бауырластырды. Мысалы, мынаның қасына мынау қарасаң, мынау қарасаң, Меккеде, мынау өмірлерін қарасаң, екеуі бір-біріне лайықты болған сахабалар. Бүгінгі біздің Хубайб ибн Адидің еншісі ретінде, білесіңіз бе, Умайр ибн Абу Ваққас деген сахаба түсті. Омардың исму тасғиры Умайр. Кішкентай Омар деген мағына. Жасы 14 жаста. Ананы көріп ойлаймын ғой. Тарихшылар постоянно жаңа үнемі сахабаларды салыстырғанда осылай дәрежесін беретін еді. Мына жерде не дәреже береді деймін да. Мынау енді мәдиналық, мықты, болған, толысқан, осындай адам қасына 14 жастағы баланы қалай береді? Мына екеуі бір-бірін қалай тартады? Ақылыма сыймайды жаңа. Сөйтсек, бірінші жағынан 14 жас деген сөз ол жерде қатты кішкентайлықты білдірмейді екен. Бұл бір 14 жастағы жігіттер біздің қазіргі заманымыздағы 14-ті білдірмейді екен. Ол кездегі 14-тер бөлек 14 екен. Екіншіден
бұл екеуін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бір-бірінің қасына қоюы, екеуі де шахаданы жақсы көрген сахаба. Екеуі де шахид болып дүниеден өткен сахабалар. Көзін ашып жұмғанға шейінгі арасының бәрінде мен Алла жолында шахид болмайын ба деген. Әрбір сахаба, бір сахаба ілімді таңдады, бір сахаба жихадты таңдады, бір сахаба тақуалықты таңдады, бір сахаба истиқрар, бір сахаба ақылдылықты таңдады, солай емес пе? Амр ибн Ас мәселесі бөлек тақырып, переговор, адамдармен келіссөз жүргізу, кез келген жерде шаруалардың бәрін шешу, мүлде басқа жағдайы. Кейбір сахабалар инфақ таңдады, Абу Талха радиаллаху анху, Абдурахман ибн Ауф сияқты сахаба. Кейбір сахабалар тек қана өжеттілікті таңдады, Халид бин Уалид сияқты, Абу Уаққас радиаллаху анху сияқты, Хазіретті Омар сияқты, кім бар тағы? Хамза радиаллаху анху сияқты. Бұлардың, бұл сахабалардың, кейбір сахабалар бар, біз бұны болсай қабылдауымыз керек. Бұлар Алла жолында шахид болуды таңдады. Алла жолында батыл қадамдары жасаудың Алланың алдында үлкен дәрежесі бар екендігі. Көптеген хадистер бар бұған байланысты. Бәлкім қазіргі заманда адамдар кейде бұлай түсінуі мүмкін, бұл өлім насихаттап отырсыңдар ма? Жоқ, астағфиралла, өлім насихаттап отырған жоқпыз. Қазір Алла жолында шахид болатындай бір заман болып жатқан жоқ. Қазір джихадтың да түрі басқа. Қазіргі джихадтарымыз компьютермен джихад, ғылыммен джихад, диджитал джихадтар қазір. Умма диджитал умма болу керек. Соған қарай жүретін джихадтардың бәрі осының үстінде жүріп жатыр қазір. Соғысатын болса да дрондар соғысады, адамдар соғыспайды. Бұл басқа мәселе. Сол себептен екеуін бауырластырды. Бұл екеуінің бірін-бір тартатын жері да осы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір күні Бәдірге әскер істейді. Билал радиаллаху анху азан айтады. Қара ту көтеріледі. Барлығы қазіргі Мәдинаға барып жүрген адамдар болса біледі. Умраға барсаңыз, Мәдинаны зиярат етсеңіз, кәдімгі сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи мешітіне жақын жерде Буютус Суқия деген жер бар. Ол жер ол кезде бір ашық алаң еді. Сол алаң негізі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи плац болған. Бір жерге джихадқа шығатын болса, сол жерге әскер жасақтайды, сол жерге тұрғызады бәрін. Сосын оларға дағуат айтады, оларға әскердің тактикасын айтады, соғыстың жүйесін айтады, ішін сұрыптайды, әрқайсысына бөледі жұмыстарды. Сондай бір айналысатын жер. Қазір бұл жер ЖД вокзал бар. Музей болып тұр, ЖД вокзал қазір жұмыс жасамайды. Кезінде Осман империясының заманында Абдул-Хамид ханның салдырған ЖД вокзал. Барсаңыз көресіңіз, музей болып тұр, қасында мешіті бар. Сол заманда салынған. Буютус Суқия деп аталатын жер. Сол жерге келді. Әскерді жинады. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саптың ортасында өзі жүріп, зерттеп, тексеріп қарайды да, ішінен 15 жасқа толмағандардың бәрін шығарады ғой. 15 жасқа толмағандар, сен шық. Бәдір білесіңіз, хижреттің 2-ші жылы ғой. Умейр ибн Абу Уаққас 16 жасқа келген. 16-да 2 жыл бойы Хубейб ибн Адидің үйінде өмір сүрген. Өйткені бұл мұхаджир ғой. Көшіп келген, соның тәрбиесіне берген. Хубейбтің қолында тәрбиеде бүкіл әскер тұр. Негізі қанша 320 адамның сапқа тұрғандығы жайында хабарлар бар. Арасынан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам шығарады ғой жайлап. 15 жасқа толмағандарды. Ішінде жүр, жап-жас балдар да бар ішінде. 14-те біреу бар, 13-те біреу бар. Олар да тұрып алған, қолдарына бірдемелерін алып алған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бірінші Абдулла ибн Омарға келеді, шық дейді, сен шық дейді. Жылайды, я Расулалла, қарасаңызшы мені, менің жасымның 14-13-те екеніне қарамаңыз, мен кез келген жауды жермен жексен етем деген сияқты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам алып қойып жатыр, сабыр қыл, сен мына жерде тұра тұр деп. Саптың ортасында келеді Зейд ибн Сәбит. Бұлардың бәрі не еді? Суфаның школьниктері. Бұлардың бәрі Суфада бірге оқып жүрген балалар ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оны шығарды. Аналар жылап жатыр ғой.
аналардың бізді саптан шығарып тастадың деп жылағанын көрген сапта тұрғандар да жылады ғой барлығы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи Усама ибн Зейдке айтып жатыр, сен де шық деп жатыр. Айтып жатыр, я Расулалла, міне 2 күннен кейін мен уже тоқта деп жатыр, шық. Одан кейін келді Рафи ибн Хадж, саған шық деп жатыр. Келді Умайр ибн Абу Ваққасқа келді, сен де шық деді. 16-та. Жасы 16-та. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи білмей тұрған жасының 16 екен. Сосын шықты, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қолының жеңінен ұстап алды былай. Айтып жатыр, я Расулалла, қате жасап жатырсыз. Менің жасым 16-да деп жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи мен білем, шық. Шығаруда да анандай, сендер кіттайсыңдар деп жатқан жоқ. Мәдинаға кім қарайды деп жатыр. Біз бәріміз қазір кетеміз. Мәдинаға кім еге болады? Жаңа тұтқиылдан біреу шабуыл жасаса, Мәдинаны қорғайтын адамдар керек емес пе? Сен слабыйсың, сен қорқақсың, сен соқсамайсың деп жатқан жоқ та. Айтып жатыр, отбасыларыңа кім қарайды? Әкең мен шешеңді қорғамайсың ба? Інілерің мен қарындастарың бар емес пе? Солардың қасына қарайсың деп бүкіл Мәдинаны тапсырып кетіп жатады ғой. Бірақ қолдан ұстап алған Умейр айтады, я Расулалла, менің жасым 16-да дейді. Міне Саад ибн Абу Ваққастан сұра сенбесең. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Саадқа басын бұрды, Саад былай изеді басын. Ол 16-да. Айтып жатыр, мен Меккеде иман келтірдім ғой сізге. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи неге оны шығарып жатыр? Ол негізі асылында Абдулла ибн Омардан кішкентай ғой. Былай денесі жағынан Абдулла ибн Омардан кішкентай. Пайғамбарымыз түріне қарап айтып тұр ғой, мына сен қайыққа соқсасың дегендей. Қоймай қойды ғой. Ананың ықыласын, ананың сол жихадқа деген, ел қорғау, исламды қорғауға деген бір сон, пайғамбардың өзі шыдай алмады, жақсы деді, тұр деді. Тартып алғандай ана сапты алып алды ғой пайғамбарымызды. Саад ибн Абу Ваққас айтады, ана беліне белдікті байладым деп. Қасына қылышты қойып едім, қылыш аяғында былай салбырап жүре алмай қалды дейді. Жерге қылыш тіреліп қала береді, сүрініп, сосын шамал көтердім, тағы, мына кеудесіне байлап бердім дейді ғой ременді. Белбеуді кеудесіне байландым, сосын жаңа жүріп кетіп барады дейді, и тоже жерді сызып барады дейді ана қылышы. Осындай дәріш. Бір тасауыр ете аласың ба енді? Былайша айтқанда өзі өзіне өлім тілеп алып тұр ғой. Енді біз солай қабылдаймыз, сырттан көрсең солай боласың да. Мінді. Қасында ағасы бар, тәрбие беретін Хубайб ибн Ади, Зейд ибн Дасинна деген сахаба бар. Бұл сахаба жайында да әлі бір талай айтамыз, астын сызып қояйық. Осы үшеуіне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бөлек бір тапсырма берді. Бұл үшеуі бір команда болды. Осылай Бәдірдің жолына қарай кетті ғой. Егер маған былай болса, мен былай болам. Егер маған солай болса, мен солай болам. Егер саған мынандай болып қалса, сен былай боласың. Егер мынаған мынандай болып қалса, мынандай болады. Менің басыма бірдеме келсе, сен келесің. Сенің басыңа бірдеме келсе, мен ана Бәдірге жеткенге шейін дүниедегі пландары, ақыреттегі дәрежелері жайында әңгіме айтты ғой. Осылай Бәдірге келді. Бәдірде болатын іс болды. Енді Бәдір туралы қазір бейбіт уақытта соғыс жариялап, жарнамалап отырудың бір мәнісі де жоқ деп ойлаймын. Немесе Бәдірді ашық ашатын, Бәдірдегі саяси мәселелерге қатысты басқа сахабалар бар. Ол сахабалардың өміріне келген кезде иншалла бұлар туралы деталін айтамыз. Осылайша Хубайб ибн Ади, Харис ибн Амр ибн Науфал деген атақты мушрик бар, соны өлтірді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан бөлек бір ілтипат алды осы үшін. Кәдімгідей Бәдірде жасаған отвагасы ғой, ерлігі үлкен. Бірақ біздің 16 жасар Умейр ибн Абу Ваққас Бәдірдің 14 шахидінен біреуі болды. Сол жерде Аллаху субхана ва тағаланың рахметіне көшті. Тарихшылар енді керемет суреттейді, болған оқиғаларды, қалай детально болған нәрселердің барлығын көрсетеді. Зейд ибн Дасинна менен Хубайб ибн Ади жаңа не дейді, керемет бауырларынан айырылып, бір үлкен қайғының ішінде, екі түрлі қайғы болды дейді оларда. Біріншісі Умейрден айырылып қалғандар үшін, екіншісін Бәдірден шәһид болмай аман есен қайтып келе жатқандар үшін үлкен екі өкініштер болды. Осылай Меккеге келді. Бұлар енді сол Бәдірге қатысты, Ухудқа қатысты қосымша тағы да бір екі сәрияға
тапсырма алып Хубейб ибн Ади қатысты. Бұлар туралы нақты бір мәселелер айтпай ақ қояйық. Қысқашасы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қолында бұл кісілер осылай тәрбиеленді. Алла разы болсын сөз. Онда келесі сұрағымыз жаңа Хубейб ибн Ади радиаллаху анхудың жаңа өмірбаянын қараған кезде, дайындалған кезде андай бір оқиға кездестік. Бәни Лихиян келісімі немесе оқиғасы, сол туралы ашып берсеңіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның пайғамбарымыздың хижретінен кейін 4 жылдан кейін бір Бәни Лихиян руы, арабтардың бір қабиласы, осыларменен мұсылмандардың арасында бір келіспеушілік болады. Бір талас тартыс болады. Мұсылмандар бір шабуыл жасайды. Бұл жерге Абдулла ибн Унейс деген сахабаның басшылығыменен бір шайқас болады, бір қақтығыс болады. Сол қақтығыста Бәни Лихиян руына мұсылмандар бір ерекше соққы береді. Бүкіл лидерлерін бәрін қырып тастайды. Кейбір риуаяттарда 34-ге жуық адамды тұтқын қалып кіреді. Ойсырай жеңіледі. Осыдан кейін Бәни Лихиян Мәдинаға, яғни Ясрибке, Мәдинаға қатысты бір үлкен іштерінде кек, ашу, ыза, осының кегін қалай қайтарсақ деген сияқты жанып тұтылады осымен. Содан кейін араларында өзара жиналады да, одан кейінгі қалған лидерлер мынандай бір ойға келеді ғой. Біз арамыздан бір 10 адам шығарайық, таңдайық. Пайғамбарымызға жіберейік дейді. Пайғамбарға жіберейік, яғни Мәдинаға жіберейік. Оларға барайық. Қазір енді олар бізді жауладық, бізді басып алдық деген сияқты іштерінде бір сенімдері бар. Біз сенімдерінің барлығын көкке ұшырайық. Біз барайық та оларға былай деп айтайық дейді. Біз мұсылман болдық, сендерден жеңіліп қалдық, тәубемізге келдік. Бірақ енді сендер бізге дінімізді үйрететін, Құранды үйрететін, сондай ғой енді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жеңген жерлерге сондай нәрселер жібереді. Бізге де бір ілім үйрететін адамдардан жіберсеңдер дейік. Бізге кімді жіберсе, оны жіберсін. Алып келейік та тұтқынға алайық оларды. Оларға шантаж жасайық. Одан кейін Меккедегі Қурайштықтар менен Мәдинаға кеткен мұхаджирлердің арасында бітпес бір өшпенділік бар. Осы фурсамызды да соған пайдаланайық. Наларға сататын сатайық. Яғни нәсібімізге кім түссе деген сияқты үлкен жоспар құрып, өз беттерінше жеңе алмайтын білет, мушриктер арқылы оларға бір үлкен соққы жасағысы келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хұзырына келеді 10 кісі. Біз мұсылман болдық, бізге Құран үйрететін мұғалімдер жібер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ішінде бір тәрәддүд бар негізі. Ішінде бір сенбеушілік бар. Бір бәленің иісі шығып тұрған түсініп тұр. Бірақ енді жер бетіндегі асыл миссиясы адамдарды зұлымдықтан нұрға шығару, адамдарға дағуат жасау. Осы сезімі басым болды ғой. Ішінен авдруг деп жатыр ғой. Егер шынында келіп тұрған болса ше дегені басым шығып, бір 10 шақты адамнан тұратын бір хайят дейді ғой. Бір топ құрды да, делегация. Риуаяттарда 10 дейді, әртүрлі дейді, бірақ біз есімін 7 адамның білеміз, сол себептен 7 риуаяты біз үшін маңызды риуаяттар. Біріншісі Асым ибн Сәбит. Асым ибн Сәбит деген сахаба, атақты сахаба. Бәдір шайқасында, или Ухуд шайқасында, есімде жоқ, Ухудта болам. Ухудта Сулафа деген әйелдің, меккелік мушрик беделді бір әйел, 2 бірдей баласын өлтіріп тастайды. Сосын сол жерден меккеліктердің оған қатты бір несі бар. Өшпенділігі бар. Ол әйел былай деген ғой: кім маған Асымды тірі немесе өлі алып келетін болса, басына 100 түйе берем деген. Үстінде ақша ойнап жатқан. Бұны хабарды жеткізген кезде Асым ибн Сәбит 2 қолын жайып Аллаға дұға қылған. Былай: я Раббанал Карим, менің мүбәрак болған денемді деп жатыр. Менің мүбәрак болған денеме бір мушриктің қолын тигізбе деп дұға жасайды. Мүбәрак дене дегенге тарихшылар тоқталады ғой. Мүбәрак, неге мүбәрак деп жатыр? Кейде айнаға қарап тұрады да айтады ғой: мен что-то мына жер мындай, көзім мындай, құлағым мындай, аяғым қисық, ан жерім мындай, мін жерім мындай, тістерімнің арасы ажырап кеткен.
мынаның бері бетім қисайып кеткен деген сияқты кейде өзімізге көңіліміз толмай кейде осылай жатамыз. Сахабалар бізге үйретіп жатыр. Сенің түрің, сенің теріңнің түсі, сенің ілімің, сенің басқаң, Аллаху субханала тағала бұл нәрсеге қарамайды дейді. Алла тағалаға сен имандысың ба? Аллаға мойынсұна алғансың ба? Алланың алдында өзіңді құл сезіне алғансың ба? Сенің денеңді, сенің абыройыңда, намысыңда, ырысыңда бәр нәрсе мүбәрәктікке айналады дейді. Сенің сол қисайып кеткен мұрныңды, талтайып кеткен бұтыңды Алла тағала жақсы көрем деп тұр да. Сен мүбәрәксің деп тұр. Иманға қауыштың ба болды деп тұр ғой мәселе. Соны айтып жатыр бұл жерде. Менің мүбәрәк дегенде жаңа өзін тәкаппарлықпен айтып жатқан жоқ. Алла абзалдадың ғой сен мына денені деп жатыр. Өйткені мен иманға келдім. Иманға келгеннен кейін менің бүкіл денем абзалдылыққа айналды ма деп жатыр. Абзал болған нәрсені лас нәрсемен не істеме деп жатыр. Бүлдірме деп жатыр. Ұстатпа маған ешкім деп дұға қылды. Ол дұғаны артынан тарихшылар суреттейді қалай болған. Екіншісі Хубайб ибн Ади радиаллаху анху. Бұның өмірін бүгін кешке дейін айтамыз. Үшіншісі Зайд ибн Дасинна. Иншалла бұл кісіні де жекеше тоқталамыз. Төртіншісі Марсат ибн Абил Марсат. Үмметтің Юсуфы деген атақлы. Бұл атақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам біраз сахабаларға берген негізі. Неге байланысты десең, үмметтің Юсуфы дегенде тек қана әдемілігіне байланысты ма десе, тарихшылар айтады, жоқ. Бұлай айтады ғой, бұның да көйлегі арқасынан жыртылған дейді. Юсуф алейхиссаламда да сондай оқиға бар ғой. Зулейханың барып анан арқасынан тартып көйлегінің жыртылуымен. Бұл да Меккеде мушрик болып жүрген кезінде меккелік бір мушрик әйелмен арасында қарым-қатынас болды. Бір-бірін қатты жақсы көреді. Одан кейін мұсылман болғаннан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұған бір тапсырма береді. Сол тапсырманы орындау үшін Меккеге келеді. Меккеге келіп жаңа әйел көріп қалады ғой. Көріп қалады да үйіне дағуат етеді, келіп. Сосын анау айтады, кешіресің дейді, енді мен қазір мұсылман болдым, маған болмайды ондай нәрсе. Сосын мен бола алмаймын. Сосын ана әйел аяқ астынан жаңа Зулейханың формасына кіреді ол рөліне. Ана айтады, қазір менімен бір үйге бармасаң, онда бүкіл Меккеге айқайлаймын дейді, қазір сенің келгеніңді. Өлтіреді сен. Екі ортада қалады. Бірақ ақиқатты, шындықты, тақуалықты тәржих. Сол нәрсені қалайды. Айтады, мен сен бара алмаймын, сені көндіруге тырысады, бірақ әйел айқайлауға бастайды. Мушриктер жиналады, қашып, әрең құтылады ғой. Далада тығылып, біраз күндер, айлар жатып, одан кейін қайтадан келіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның берген тапсырмасын орындап кетеді. Сол себептен бұның үмметтің Юсуфы, денесі керемет, қою сақалды, әдемі жүзді сондай жігіт болады. Халид ибн Абу Букейр, Муаттыб ибн Убейд, Абдулла ибн Тариқ деген жеті кісі. Бір Асым ибн Сәбит, екі Хубайб ибн Ади, үш Зайд ибн Дасинна, төртіншісі Марсат ибн Абил Марсат, бесіншісі Халид ибн Абил Букейр, алтыншысы Муаттыб ибн Убейд, жетіншісі Абдулла ибн Тариқ. Жеті кісіні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дұғасын жасап, иншалла бір үмметті құтқару үшін сендерді жолдаймыз дейді. Бір үмметті қараңғылықтан жарыққа, күн шығып батқан жердің барлығы бір таразыға қойылса, және бір адамның жүрегінің иманы бір таразыға қойылса, сол жүректегі иманды таңдаймын деп жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, бір адам иманды, бір адам берейік па саған, әлде жер шарын қайсыны алмастырасың десе, иманды адамға алмастырып жіберетін едім деп жатыр. Осы ниетпен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ішінде қанша күмәні болса да не істеді? Ал бәлкім бұлар шындықты айтып тұрса, қаншама жүрек иманмен қауышады деп, жеті адам жүрегінен жұлғандай қылып, оларға дұға жасап, иншалла дүнияда адамдарды құтқарсаңдар, онсыз да дәрежелерің жоғары, адамдарды құтқара алмасаңдар, қателікке
тап болсақ, иншалла жәрдемшілерің Алла, күтіп алатын Алла рахметімен қабылдасын деп. Қиыншылық екен бұлар да сезінді, білді. Осылардың басына Асым ибн Сәбитті басшы қылды. Сен осылардың ішінде әмір боласың, қалғандарың осыған бағынасыңдар деп Асым ибн Сәбитпен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жақсылап сөйлесті. Болатын ықтимал вариант, версия бәрін айтты. Жақсылық болуы мүмкін, бастарыңа бір қайғы да келуі мүмкін, осылайынша қабылда деді. Ол да ләббайк я Расулалла деді. Егер жетістікке жетіп жатсақ, адамдарды жақсылыққа шақырып жатсақ, Құран үйретіп жатсақ, бұл біздің дүниядағы мерейіміз. Егер ондай болмай шықса, иншалла Алла тағаламен де қауышуға дайынбыз деп адамдар жолға шықты. Сол енді жаңа Бәни Лихиян деген тайпа келді осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға. Олардың ниеті сол өздері жеңіліп қалған шайқастан бір өшін алу керек еді. Енді жаңа жеті айтқан сахабамызды алып жолға шығады. Ары қарай олардың кегі алуы қалай болады? Яғни бір өте ыңғайсыз жағдай болады. Раджиа деген жер бар. Меккеден 65-70 шақырым жер. Аллаху субхана ва тағала қияметке шейін сол жерді сол күйінде сақтап алып қойған негізі. Қазірдің өзінде Құдай қаласа қажылық мәселесімен айналысайын деп жатырмыз. Иншалла Алла тағала баршаңызға сол қасиетті топыраққа баруды нәсіп етсін. Егер мүмкіншіліктерің болса, сол жерде бір фурса болса, бұл Раджиққа да қажыларды апарсаңыздар керемет болады. Сол замандағы күйі бойынша сақталған. Тарихшылар айтады, Раджиққа барып жерді 20-25 сантиметр қазатын болсаң, ішуге келетін тұщы су шығатын пустыня бұл. Әлі күнге шейін солай. Сол жағдайлар, сол күйі. Негізі неге Раджиқтың қасына тоқтаған? Өйткені құдық бар сол жерде. Тұщы су бар. Сол жерге келген кезде, осы жерге келгенде демаламыз дейді ғой. 7 адам Мәдинадан шыққан мұсылмандар, тағы да 10 адам Бәни Лихиянның адамдары, сол 17 адам келеді да сол жерге демалатын болып келіседі. Келеді, сол жерге құлшылықтарын жасайды. Енді әрекеттерін жасап атқан кезде тұтқиылдан бір 100 адам келеді. Қаруланған, мұздай. Бәни Лихиянның адамдары бұны алғашқы кезде мұсылмандар түсінбейді. Сосын әлгі 10 адам барып соларға қосылады. Сыртынан қарасаң бір сөйлесіп атқан сияқты, кімсіңдер деген сияқты. Сосын уақыт ұзайды, әңгіме ұзай бастайды. Аналардың бір-бірімен қарқылдап күлісіп атқанын көреді. Одан кейін Асым ибн Сәбит түсінеді жағдайды. Айтады, бауырлар, біз негізі тұзаққа түстік дейді. Кез келген жағдайға дайын болыңыздар. Біз бұларға Құран үйретпейміз дейді. Біз бұларға Алланың қаһарын үйретеміз енді. Алла тағала баршамызға жәрдемші болсын деп бәрі бір-бірімен құшақтасады, бір-бірімен қоштасады, осылай таудың басына шығады. Аналар бұрылып қарайды, қараса орында жоқ, таудың үстіне шығып алған, кәдімгідей оборона, позиция, мощный. Сосын айтады, жігіттер, сендер олай жаман ойлап қалмаңдар, келіңдер, түсіңдер, біз сендерге ештеңе жасамаймыз деген сияқты оларды жерге түсіргісі келеді. Бірақ Асым айтады, мәселенің бәрін біз түсіндік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізді жіберіп жатқанда 2 жолға жіберген. Сендердің былайша айтқанда сипаттарың белгілі болды. Сендермен тек қана қыл шалқа сөйлесеміз, басқа көндіруге тырыспаңдар бізді дейді. Арада ыстық шайқас өтеді. Шайқаста 4 сахаба сол жерде шахид болады. Баста Асым ибн Сәбит. Бірақ енді ол кісілер ол жерде нақты танымайды кімнің кім екенін. Бірақ қалған 3 сахабаны тұтқынға түсіреді. Убайб ибн Ади, Зейд ибн Дасина, Абдулла ибн Тарық. Бұл үшеуі тірі күйінде тұтқынға түседі, қол-аяғын байлап тастайды. Қалғандарын шахид етеді. Отырып ақылдасады енді. Кім? Кімнен қандай пайда табамыз? Апарып қамап тастаймыз ба бәрін? Сұрастыра бастайды. Бұлар енді асылында меккелік мүшрик болмағаннан кейін кімнің кімде кегі бар, о нәрселерді білмейді. Сол себептен біраз уақыт іздестіреді. Тірі қалғандар кімдер, өлгендер кімдер. Осылайша ортаға Асым ибн Сәбиттің басына 100 түйе тігілгендігі жайында хабар алады Меккеден. Одан кейін Асымды іздейді. Асымның мүрдесіне барады.
айтады, тірілердің ішінде асым жоқ, значит өлген 4 адамның ішінде сол жерге барыңдар да, тірі болса тірілей, өлі болса өлілей алып келіңдер деген. Өлілей апарсақ та 100 түйе аламыз деп. Асымды іздейді, мүрденің арасынан келеді. Келіп тап беріп ана асымды алам деп атқан кезде қайдан келген белгісіз бір топ ара келеді, ана шатырмен үстін жапқандай Асым ибн Сәбиттің үсті былай жабылып қалады, ана қолын сұқша шағады. Кәдімгідей шабуыл жасайды ана аралар. Сосын арасынан ақылды бір отырады, айтады, бұл аралар қазір кеш батқанда кетеді бәрі ұяларына. Кешке дейін күтейік, кешкісін аламыз деп. Сөйтіп ымырт үйірілетін уақыт болған кезде аспаннан найзағай шатырлап, күн күрт өзгеріп, нөсер жаңбыр төгеді ғой, бәрі тастың астына барып тығылады. Таң атқанға шейін жаңбыр жауады. Таңертең тұрса 3 мүрде жатыр, Асым ибн Сәбиттің мүрдесі жоқ қой. Су ағыз болып кетіп қалды. Ана дұғасы қалды. Я Аллаху субхана ва тағала, я Раббым, менің мүбәррак болған денемді мушриктерге қол тигізбе деп, мушриктердің ешқайсысына қол тигізбей Аллаху субхана ва тағала өзінің хұзурына алады. Ашуланады, қалған 3 мүрдені алады, қалған 3 тірі адамды алады да Меккеге жолға шығады. Сататындарын сол жерде сатайық, сатпайтындарын лақтырып тастаймыз. Сосын қалған тірілерін өтпесе алып келіп, жолда жаңа өзіміз не дейді жаңа, шантаж жасаймыз деп жолға шығады. Жолда келе жатады, арасында демалады. Демалған кезде Абдулла ибн Тариқ тұрып айтады, қолдарымызды шешіңдер, құлшылықтарымызды жасайық. Сосын мазақ қылады, шешпейміз қолдарыңызды. Қазір сендер тағы да тұтқиылдан шабуыл жасап мазамызды аласыңдар. Екіншіден қашып кетерсіңдер. Біз қолымызға үлкен ақша түсейініп тұрғанда айырылып қалатын жағдай жоқ. Сені осылай сатам, сені былай сатам, сенің үстіңе мынаны алам, сенің үстіңе ананы алам. Олар сендерді былай өлтіреді, олар сендерді солай өлтіреді деп. Ана жерде тұрып мазақ қылады. Ана сөзге шыдай алмаған Абдулла ибн Тариқ бір түрлі бір қолын босатады. Сол жерде тұрған адамның ішінен ана біреуінен қару алады. Сол жерде шайқасып, өзі де дүниеден өтеді, өзімен бірге 3 мушрик талып кетеді. Тірі екеуі қалады, байлауда жатады, ишарамен намаздарын оқиды. Осылайша бұл кісілерді алып келіп Мәдинаға сатады. Мәдинаға сатады. Мәдинаға алып келеді. Зейд ибн Дасинаны Сафуан ибн Умайя ибн Халаф, білесіңіз, Меккеде Бәдірде өледі. Кімнің қолынан? Билал радиаллаху анхудың қолынан. Соның қарсылығы ретінде бұны соның балалары сатып алады. Екіншісі Хубайб ибн Адиді Хурайб ибн Аби Ихаб деген сахаба, кім үшін? Жоғарыда айттық қой, Бәдірде өлтірген Харис ибн Амр ибн Науфәлдің туыстары, кейбір риуаятта шеше жағынан бірге туған, осылар сатып алады да бұл кісіні алып келіп Мауия деген күңдері болады, сол күңінің үйіне келіп қамайды. Мауия деген күң соған қарайды, үйі тұтқын, бүкіл жағдайын алып келеді да қамап қояды. Кейбір риуаяттарда 1 ай, кейбір риуаяттарда бірнеше ай жатып қалады сол жерде. Тікелей не жасамайды, сразу өлтірмейді қысқашасы. Неге? Біріншісі хадж айлары болғаннан кейін, харам айлары. Сол себептен харам айлары біткенге шейін, Мәдина тазарғанға шейін күтеді дейді. Екінші риуаят бойынша, екінші себебі Меккеде исламға симпатия артты дейді. Өйткені білесіңіз, Бәдірде бар жеңіліп қалды, Ухудта бар жеңіліп қалды. Уже арада ислам туралы әңгімелер жүріп жатыр. Жастардың қызығушылығы бар. Аналар кім? Легенда болып кеткен, баяғыда кеткен аталары. Енді ішінде біреудің әкесі кеткен, біреудің баласы кеткен, біреудің анаусы кеткен, мынаусы кеткен, бәрібір бір жатырдан шыққан, бір үйден шыққан адамдар болғаннан кейін ішінде бәрібір не бар? Вдруг солардікі дұрыс шығар деген сияқты. Осындай бір мәселе қатты дамып кеткен. Сол себептен осы нәрсені түбегейлі жоямыз деп олар жиналыс жасап айтып жатыр ғой. Мына қажылықты бітіріп алайық, қажылардың бәрін аман-есен жіберіп алайық. Сосын тыныш қалған кезде салтанатты бір мереке қылып
бүкіл меккеліктерді жинап солардың көзінше дарғасайық, бір жағынан жастарға да сабақ болсын, мұсылман болсаң осылай өлесің деген сияқты. Осы екі себептен алады да не дейді жаңағы дарға асу рәсімін бірнеше айға шегереді. Онда келесі сұрақ ұстаз, осы бүгін бізде қонағымыздағы Хубайб ибн Ади радиаллаху анхудың жаңағыдай жеке тұлғалық качество, не дейді, адалдығына, жаңағыдай сенімділігіне, тақуалығына келетін болса, сол туралы сөз қозғаңыз. Маған да осы тақырып өте ұнайды. Асылында бізге керек нәрсесі осы. Біз қазір ислам қолымызда болғаннан кейін, жайбарақат бейбітшілік бір уақыт болғаннан кейін кейбір құндылығын түсінбейміз бұл нәрселерді. Қаншалықты қиындайды. Енді мен сонау 2002 жылдардан бастап намаз оқимыз ғой. Сол замандағы мұсылмандардың ауызбіршілігі, сол замандағы арамызда бір-бірімізге деген сүйіспеншілік, исламға деген махаббат, бүкіл нәрсе тыйым ғой. Анау болмайды, мынау болмайды. Үйіміздегі адамдардың өзі күледі жа. Ешкімге ренжімейсің. Анау бүкіл исламның тауқыметі сенің үстіңе ғана артылып қалған сияқты. Жалғыз өзің исламды сүйреп жүрген адам сияқты. Ана иман да бөлек. Ауызашарлар болады мешіттің ішінде. Ана ауызашарларда адамдардың бір-біріне айтып жатқан дұғалары, білім жоқ. Жаңа намаздарымыздың түрі де қисық-қисық, жүрістеріміздің өзі де, бірақ ілімде болмаса да ислам жүректе бар. Ана жердегі адамдардың качествосымен қазір топырлаған мұсылмандардың качествосын салыстыра алмайсың. Ана бір қазіргінің мыңына тең ғой. Әлгімге шейін қазір көреміз, бәріміз бірге қартайып жатырмыз ғой. Сол кісі заманда алғашқы намаз оқып жүрген адамдар мен көзіме өте ыстық болып көрінеді. Нұрдәулетте намаз оқимыз. Таңертең таң намазға 4-5 ақ адам келесің. Азаншыны терезені қағып оятып аласың. Азаншы тұрмайды таң намазда. Сондай уақыт қой. Сол сияқты қаншалықты қиыншылықтар келсе, бұл нәрсе біріктіреді адамды. Ислам өзінің құндылығын күшейтеді. Қазір тып-тыныш болғасын бізге я намаздың қадірі жоқ, я бір мұсылманның қадірі жоқ, я исламның ішінде ислам ілімдерінің қадірі жоқ. Екі кемпір шайға жиналып өсек айтқан сияқты дін насихаттаймыз. Мына жерде қараңшы, басына айтып, ертең өлесің деген адамның өмірі ғой. Ауыр енді кейбір мәселелер бар ішінде. Бұны қазір айтсақ, анандай болып кетеді, анандай. Сказочный вариант болып кетеді. Сол үшін кішкене біздің заманымызға сәйкес келетінін айту. Бірақ енді керім жыламай оқу мүмкін емес мына жерде. Мауия айтып жатыр. Жаңағы күн ғой. Күннің үйінде әкеліп қамалды. Ешкімнің бұлармен ісі жоқ. Жұрттың бәрі қажылықпен айналысып жүр, қажылыққа қызмет жасап жүр. Білесіңіз, ол кезде де бар қажылық мүшриктердің кезінде. Сол себептен дүнияның түкпір-түкпірінен адамдар келген, соларды жайлаумен айналысып жатыр. Қажылық біткеннен кейін барып, марасым содан кейін барып болады. Мауия айтады, үйде жатырмын. Бір күні енді мен қарағаннан кейін өлтіріп алмауым керек. Белгілі бір дәрежеде тамақ беру керек, оған қамақ қойып. Ана неге дейін тірі сақтау керек қой. Келсем дейді бір күні. Жаңағы адамның бір жағынан қызық қой, енді меккелік адамдарға мәдиналық бір адам келіп тұр ғой. Өзін өзі ұстауы, адаммен қарым қатынасы, оқыған намаздары, жасаған дұғалары, оқыған құрандары, ана маған бөлек қатты әсер ете бастады дейді ана адам. Мен Меккеде ондай бір мінезді адам көрген жоқпын дейді ешқашан. Мүлде басқа формадағы адам дейді. Вроде біз сияқты ет пен сүйектен жаралған адам, бірақ ана ойбай тұтқында тұрмын, ішімнен ойлаймын дейді, ташвиш қашып кетейінші деп айтады. Жоқ, кәдімгідей сол тұтқынына иман келтірген, отырып Құранын оқиды, отырып намазын оқиды, уақыты келгенде. Жаңағы бір басшымен кездесуге келген адам сияқты, соны күтіп отқан адам сияқты кәдімгі. Моралында ешбір бұзықтық жоқ дейді адамда. Кәдімгідей ана нәрсе маған әсер ете бастады дейді. Сосын бір күні жанына келдім дейді. Жанына келдім, тамақ алып келейін, тамақ берейін ба, жағдай қалай екен деп келсем, қолында қап-қара
адамның басындай үлкендіктей бір сабақта былай ұстап алған жүзім жеп отыр дейді. тұтқында. Ананы көрдім да таң қалдым дейді. Тура сол маусымда Меккеде кәдімгідей не дейді саған, емге жүзім таба алмайтын уақыт қой. Жүзімнің уақыты емес вообще. Ешбір жерден ойбай бір өлейін деп жатыр, емге жүзім керек еді десең, жүзім таба алмайтын уақытта мен түсіндім дейді, мына адамның әшейін бір адам емес екен. Бұл Алла тарапынан рызықтандырылатын адамдар деген болатын еді. Бұл сондай адам деп ойлай бастадым дейді. Одан кейін бір күні жаңа уже ішіне исламның симпатиясы келіп жатыр анаған. Бір күн келдім де айттым дейді, менен бірдеме қалайсың ба? Саған не көмектесейін? Сосын айтады, маған көмектескің келсе, сенен екі нәрсе сұрайым. Бірінші нәрсе, бұттардың атымен сойылған ет әкелмеші маған. Мен аштан өліп қалады деп ойлама. Бұл бір. Екіншіден, Меккені бізге меккеліктер келіп суреттеген кезде, Меккеде мүлде әлемде теңдесі жоқ бір су туралы айтқан. Сен маған ащы су әкеле бересің. Біз Мәдинада бірнеше тұщы су табу қиын Мәдинада негізі. Мәдинада су бар, ащы су бірақ бәрі. Олар құдықтарды іздеп жүріп тұщы құдықтан су ішеді. Енді мен Меккеге келгенде, мен Мекке дегенде менің тасауырымда Меккеде керемет бір су бар дедік, сен маған Мәдинаның ащы су сияқты ащы су алып келіп жатсың. Сол судан маған дәм таттырсаң дейді. Бұл да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям маған еске салады. Бұл бір. Екіншісі үлкен, егер сен үшін қатты ауыртпашылық болмаса, егер саған зиян тиіп кетпейтін болса, менің қашан өлетінім белгілі болса, маған сәл алдын болса да хабар берсең дейді. Енді сен ортасында жүрсің ғой, әңгімелер айтылуы мүмкін, средада дарғасамыз деуі мүмкін, пятницада дарғасамыз деуі мүмкін. Осындай бір нәрселерді құлағың шалса, сен соны маған жеткізсең. Не істейсің ол күні? Айтады, не деген мен Алламмен қауышуға барамын ғой, кішкене дайындық керек маған сол үшін деп жатыр. Жақсы деді. Тамақ алып келген жоқ, су алып келді. Сөйтіп біраз ай жанында қалды. Арамызда қарым қатынас анандай нәрсеге шейін келді. Мен де бір сырттай ол нәрсені білдірмегенмен іштей жүрегім сол адамға берілді дейді қысқашасы. Мен былайша айтқанда іштей уже қабылдап қойдым ол адам дейді. Бір күн бұрын келіп айттым дейді. Ертең сенің күнің. Осы нәрсені құлағым шалды, аманат саған жеткізейін деді. Тұртта сенен тағы да бір өтінішім бар, маған ұстара бересің бе деді. Ұстара. Не істейсің ұстараны? Алланың хұзырына тазаланып баруды мұрат етіп жатыр. Қатты әсер етті, маған жүгіріп келдім, мүлде басым істемей қалды дейді негізі асылында. Үйге келдім да ұстараны алдым да үлкен ұлыма ұстаттым да, апарып бер бар ағаңа дедім, кетті жүгіріп. Анау кетіп қалғаннан кейін ойландым дейді ғой. Қазір ұстарамен барса. Сосын ол ұстараны алып алып, баланы алып алып, ұстараны тамағына тақап алып, мені шығарыңдар деп басына бостандық сұраса. Кейіннен келтейді анау ақылма, баланың артынан мен де жүгірдім дейді ғой. Жүгіріп келдім, кірсем, кішкентай баланы алдына отырғызып қойған, ұстараны қойып қойған, баламен ойнап отыр дейді. Содан мен екі өкпемді қолыма алып жүгіріп келгенімді көріп, маған қарап күліп тұр дейді ғой. Мауия не балаға зұлымдық жасайды деп ойладым ба? Шынында менен сондай нәрсені күттің ба? Сендердің бауырларың, біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, сендерге қылыш көтермегенге қылыш көтере алмайсыңдар деп ескерткен. Мен ана кішкентай сәбиді қалай өлтірем деді. Бар балақай жүгірді, шешесіне жіберді. Бұл екеуміздің арамыздағы соңғы кездесу дейді ғой. Бұл маған, менің мұсылман болуыма нүкте қойды дейді ғой. Бұл мен осыдан кейін иман келтіріп қойдым дейді. Алды, кәдімгідей үйленетін күйеу жігіт сияқты тазарынды дейді ғой. Шайынды, жуынды, әдемі киімдерін киінді. Ақылыңа не келсе. Сол жерде не условия болса, мүмкіншілігін бәрін өзіне жасады. Түріне қарап тұрым дейді. Бір кішкене енді білдірмей тұру бар. Сосын
шынында қорықпау бар ғой. Иә. Адам қуанып тұр дейді кәдімгідей. Адам кететініне кәдімгідей қуанып тұр, көрініп тұр, баратын жері жүрген жеріне қарағанда тағы да қайырлы екен. Адамда осылай сезім тұр дейді. Кәдімгі соңына шейін қарадым, адамдар келді алып кетті дейді. Осылайша менің көзімнен о кісі ғайып болды. Одан кейін уже мен жүрегімде исламның артықшылықтары, мұсылман болудың не дейді жаңа ынтызарлығы менен Меккеге келіп, хижреттің 9-10 жылы Меккені мұсылмандар келіп жаулап алғанға шейін мен сол нәрсемен өмір сүрдім дейді. Қалай Меккеге келіп мушриктердің қолынан тазарды, дереу өзінің мұсылман екенін ашық жарияладым дейді. Подкастымыздың соңына да таяп қалдық. Ұстаз, енді бүгінгі қонағымыздың шахид болуы жайында және де бағана айтып өткеніміздей сол шахидтік ұғымы жайында түсіндірсеңіз көрермендерімізге. Аллаху субхана ва тағаланың әркімнің өміріне жазып беруі бар. Әркімнің хатима дейді ғой, бітуі бар. Кез келген басталуы бар нәрсенің соңы бар. Маңызды болған нәрсесі жалпы исламда ұғымда хайырлы, яғни хуснул хатима, соңымыздың дұрыс болуы, жақсы болуы деген сияқты. Қазіргі таңда бейбіт заманның өзінде адамдар әртүрлі өте ыңғайсыз өлімдермен өліп жатады. Сол себептен сахабалар алғашқы ұрпақ қой пайғамбарымыз саллаллаху алейхи жанына. Және бұл ұрпақта бекерден бекерге сол заманда таңдалып келмеген ғой. Одан кейінгі ұрпақтар, міне осы кезге шейін исламның осылай үзілмей жалғасып келуі, жетуі, әрі қарай бізден кейін де жалғасып кетуінің барлығы біздің артықшылығымыздан емес қой. Қазірдің өзінде міне осы кісілердің өміріне қарап, осы кісілердің әрекеттеріне қарап, осылардың қиыншылықтарына қарап, осылардың ғылымға деген, пайғамбарымызға деген, Аллаға деген махаббаттарын, Алланың әмірлеріне, пайғамбарының артына еруіне қандай жағдай болса болсын, бізге біреу келіп давай менің артымда жүр соқсамыз деп жатқан жоқ ешкімге. Соның өзінде біз таң намазында тұра алмай жылап жүрміз ғой. Бұл адамдардың Аллаху субхана ва тағала қияметке шейін үмметке мысал болатын болғаннан кейін бұлардың басына бүкіл оқиғалар келген және бұларды осы заманда дүниеге келуін таңдаған ғой. Басынан өтіп жатқан бүкіл оқиғалардың барлығы аяттардың түсуінің себептері. Жасап жатқан қателіктерінің барлығы адамзаттың жасайтын қателіктері және қателіктің қателік екені де солардың үстінен өтеді да, өкінішке орай. Солай емес пе? Арақ ішкенде арақ ішудің харам екендігіне байланысты аят түсу үшін сол бізге бір сахаба арақ ішу керек та. Шахидтік деген бір ұғым, Алланың жолында жан тапсыру, Алла үшін жан тәніңмен Алланы жақсы көрем деу үшін Алла жолында бір өлу керек та. Әйтпесе болмаса жаңа ой мынандай біздің түсінігімізде Алланы жақсы көру деген нәрсеміз бар ғой. Алланы жақсы көру түсінігіміз біздің жаңа біреуге жәрдем беріп жіберсек соны 6 камерамен видеоға түсіріп жылаймыз ғой, жылап жаңа біреу әдемі сөз айтса дымымыз қалмай, бұны заманымыздың ең керемет ұғымы, дүниясы, адамзатты құтқарған деген сияқты әңгімеге келтіреміз. Адам жанын пида еткен. Шахидтік деген нәрсені Құдай сақтасын, басымызға кез келген уақытта келуі мүмкін. Біздің бабаларымыз жасамады ма шахидтік? Қалай талай дарға асылмады ма? Атылмады ма кеше 37-38 жылдары? Сол кезде де үнемі айтам жастармен кездескен кезде. Сол Ахмет, Міржақып, сол Алихан, бірнеше тіл білген, интеллигентный адамдар, айналасын бәрі таниды, Европаның бүкіл тілдерін білген. Алихан бүкіл Европаның классикасын орыс тіліне аударып кеткен адам. Бастарына қиыншылық келген кезде жігіттер кеттік деп Европаға қашып кетсе болатын еді ғой.
Францияға кетіп қалса болатын еді, Англияға кетіп қалса болатын еді. Емін еркін солардың тілдерінде сөйлейді. Сол жерде қолдайтын адам табылады. Мұстафа Шоқай кетті, интеллигент болып өлді ғой сияқты. Бірақ не деді? Неге осы нәрсенің бәрін бастап алдық? Енді мәселе өзімізге келген кезде неге қашамыз деді. Не көрсек те елмен бірге көреміз жігіттер. Деді, түрменің ішінде қиналды, атылды. Шәһидтік болды. Шәһид адамдар. Жоқ, ол тек қана жаңа дүние үшін, мал үшін емес қой. Бәрі медреседе оқыған. Барлығы дін ілімін алған, молданың алдын көрген. Кейде Міржақыптың өлеңдерінің ішінен молдаларды сынаған деген, кейде өлеңдерді оқып, қалай бұл деген сияқты. Молданы сынау деген сөз, бұл исламды сынау емес қой. Молдалар болған шығар сондай. Неше түрлі дін адамдарының өзі заманындағы молдаларды сынаған. Қазірдің өзінде де айтып жатырмыз, кейбір аузына келген нәрсені айтатын адамдар бар. Құран, хадистің атынан айтып жатыр, бірақ Құран және хадистен садаға кетсін. Адамдардың Құранға да хадиске де иісі бармайды. Әр жерден интернеттен, видеодан бірдемен көріп жатыр, айта береді. Басы да жоқ, соңы да жоқ. Сол себептен кейде мына нәрсені алып, міне өлеңінде мына молданы жамандаған деген сөз, бұл оның атеист болған, исламға қарсы болғанын білдірмейді. Ренжіген шығар, мысалға, неге сөзіміз сөйлемейсіңдер? Неге де жұмада адамдарды жігерлендірмейсіңдер? Сендердің қолдарында мүмкіншілік бар емес пе? Неге бізге келіп қосылмайсыңдар? Неге нейтральный позицияны ұстайсыңдар? Осылай ертең мынау орыстар өзінің шапқыншылығын жасай берсе, ертең әйелдеріміз, күң балаларымыз құл болмай ма? Неге біздің сөзіміз сөйлемейсіңдер деп кейбіреулеріне ренжіген шығар. Бірақ бұл деген сөз олардың атеист болдырған білдірмейді. Кейде сондай бір ағаларымыз шығып алып подкаст жасап, ораза ұстат дедіңдер, өтірік айттыңдар. Азан шақырып ат қойды дедіңдер. Азан шақырып ат қойды деген ол әшейін мынандай не дейді? Қалай айтады? Бізде азан шақырып қойған атың кім дейді ғой? Бұл сондай мағынадағы сөз тіркесі ол сендер. Ол жерде Аллаху акбар деп азан шақырған жоқ. Болдың ба не сол жерде? Ол сондай сөз тіркесі деп дәлел ететіндей. Тарихтың беттерінде өткен нәрседен адам дәлел беріп жатыр. Ораза ұстамаған деген сияқты. Қайдан білесіңдер ораза ұстамаған, ұстаған? Көшеге шығып не біз ораза ұстап жүрміз дейміз бе не? Бүгін четверг, мен ораза ұстап жүрмін деймін ба саған келіп? Сондықтан кейде шектен шығып кетуге болмайды олай. Бұл кісілердің барлығы молданың алдын көрген, не десеңіз о деңіз, сізден бізден сауатты асылында. Сол себептен елдің басына күн туса, осы топырақты қорғау үшін, әйел бала шағамызды қорғау үшін, еліміздің намысы үшін, дінімізді қорғау үшін, Құранымызды қорғау үшін жанымызды пида етеміз. Осы жерге бір нәрсе болатын болса, бұл аяттарды оқимыз. Құран кәрімде бұған байланысты аяттар бар. Осы жерді біз қорғамасақ, ешкім қорғамайды. Бұл территория, бұл жер мұсылмандардың территориясы. Анау ғасырлардан бері, сонау қараханиттердің дәуірінен бастап бұл топырақ мұсылмандардың топырағы. Құдайға шүкір, аталарымыз қорғап кетті бұл нәрсені. Бұдан кейін біз де қорғаймыз. Осы күйімізбен ол елдің басына күн туғанда бөлек, жағдай бөлек болады. Қазіргідей тойып алып, бір ұстаз ағаларымыз айтқан сияқты, тамақ қорыту үшін мезин ішіп жатпаймыз ол кезде. Таңертең тұру керек болады, жүгіру керек болады ел үшін. Сол себептен кейде шәһидтік ұғымы деген нәрсе бар. Аттың үстінде өмір сүрген батыр халықтың ұрпағымыз, бұл батырлық бәрібір бізде болу керек. Не десек о дейік. Кез келген жағдайда ел үшін не дейтін, майданға ортаға түсе алатын ұрпақтар тәрбиелену керек. Сол себептен бұл кісіні алды, тәнин деген жер бар. Қазіргі таңда қажыларды қажылыққа апарған кезде бәдәл умрасын жасау үшін Айша анамыздың мешітіне барып, сол жерде ихрам кидіреміз. Сол Айша анамыздың мешіті бар жер тәнин деп жер аталады өзі. Сол жерге алып келді. Бұл кезде енді мешіт жоқ, өзінде ештеңе жоқ. Неге бұл жерге алып келді? Бұл жерде де екі себеп бар. Біріншісі, тәнин харам территориясының сырты, яғни миқатқа кіретін жер. Миқат территориясы болып есептеледі. Сол себептен не деді, бір өлім болайын деп жатыр ғой енді. Адам өлтірейін деп жатыр, құрбан шалайын деп жатқан жоқ қой. Адам өлтірейін деп жатқаннан кейін харамның сыртына шығарайық. Харам территориясының сыртында болсын деді бір. Екіншіден, ана жер бір сол заманда бір алаңқай еді ғой, бір биік, арена сияқты айналасына адамдарды отырғызып, ешкімге кедергі келтірмейтіндей, бір анау бір-бірін көре алатындай сондай жер таңдалды ғой қысқашасы. Солай
бұны алып келді да сол жерде екеуі кездесті, екеуін екі жерге орналастырды, бірін бірі көріп тұрды. Бірақ Абу Суфиян, сол замандағы Абу Суфиян радиаллаху анху асылында, сол заманда ол кісі мушрик, қаратта Хубайб қайтып жатыр. Бір қалауың бар ма, саған соңғы мүмкіншілік берейік. Айтады, қолдарымды босат, Аллама 2 рәкат мінәжат жасай деді. Бүкіл көпшіліктің алдында болып жатқан нәрсе. Бүкіл Мекке жиналып келіп тұр. Жастар, үлкендер. Босатыңдар қолдарын деді. Тез 2 рәкат намаз оқыды. Болды да Абу Суфиянға қарап айтып жатыр, егер сендер мына өлімнен қорқып жатыр да намазды ұзатып жіберді деп айтатындарыңнан ұялдым. Олай болмағанда бұл намаздың ләззаты мүлде басқа дейді. Бұны бітірмей вечно оқуға болатын еді негізі бұл намазды. Түсіндіңіз бе? Өйткені Аллаху субхана ва тағала кейде айтамыз, өзінің сүйген құлдарына сынақ береді. Неге? Өйткені басымызға сынақ келген кезде біздің құлшылықтарымыз шынайыға айналады. Безвыходный положениеде қалып қоясың да, сосын 2 рәкат намаз оқисың. О, вообще бөлек намаз. Больницаға барып тексересің, айтады, кешіресің, рак дейді. Сіздің примерно осындай уақытыңыз қалды дейді. Үйге келесің. Памдаттың түрі бөлек, зухурдың түрі бөлек. Дұғаны көрсең сен, ешқашан өміріңде басың сау, денің сау, басыңда ешқандай бәле жоқ кезде Раббана атина фи дуния хасанамен бітеді ғой дұға. Ана жерге барғанда сағаттап дұға жасайсың, ол сағаттар сен үшін секунд сияқты. Аллаху субхана ва тағала сенің ықыласпен жасалған дұған құлшылығыңды жақсы көреді, сені де тазалау үшін басыңа бәле жібереді. Сен сол шынайы ықыласпен бүйтіп я Рабби деп отырған жеріңді Алла тағала жақсы көреді, ананы көреді. О дейді ғой, міне саған осы сынақты бермесем осылай келе алмайды екенсің ғой сен маған. Өзің көрмеген нәрсеге иман келтіру оңай нәрсе емес ол. Неге мұсылманға Алла тағала үйіп төгіп бүкіл дүниенің және ақыреттің нығметін бере салды деп ойлайсың? Оңай емес ол. Көріп тұрған нәрсеге сенбейді адамдар, көрмеген нәрсеге сену оңай ма? 2 рәкат намаз оқыды. Бұл 2 рәкат намаз енді интиқамнан алдын Хубайб ибн Адидің сүннетіне айналды дейді ғой. Омар аль-Мұхтар деген кино көрді ме? Көріңіздер. Омар аль-Мұхтар Испанияға қарсы қанша 10 жыл соғысады ғой, шал ғой, ақсақал. Бүкіл қаншама әскермен бүкіл Европа жабылып, Ливияны ала алмайды ғой. Атақты кино бар, қараңыздар бір. Сол кезде ең соңында ұстап алады. Сол дарға асатын кезде не істейсің дейді? Хубайб ибн Адидің 2 рәкат сүннеті бар, соны оқып жүрейін дейді. Дәл солай. Үмметке Хубайб ибн Адидан 2 рәкат сүннет болып қалған бұл. 2 рәкат намазды оқыды, одан кейін не істеді? Қолдарын бәрін байлады. Дарға асты деген кезде адамдар былай ойлап қалады, мойнына арқанды байлады, аяғының астынан ағашты бір тепті ме деп. Олай емес ол. Олай болмады. Жерді былай ойып қазды дейді. Сосын соның ішіне ағаш үрлікті, бөренені қадады. Сосын жерді ойған себебі ана кісіні байлағанда былай найзамен ұрған кезде удобный болып тұру үшін. Сосын 40 жас жігітті жинады. 40 адамды. Қолына 40 найза берді. Көздері қанға толған. Бұлардың туыстарының барлығы Ухудта және Бәдірде қайтыс болғандардың балалары, немерелері, туыстары, ағалары, інілері осылардың бәрі. Жап-жас жігіттер. Ана былай ұрған кезде найзаны арғы бетін өткізіп жіберетіндей дәрежеде күші бар. Кемпір шал болмасын деді. Сосын екіншіден мақсаты да не? Жастарды діннен қайтару ғой. Сол себептен жастар қолдарымен бұл нәрсені жасасын деп әдейі осындай церемония жасап алып келді. Көзінде қанға толған жас жігіттер тұр. Әрқайсысы ашуланып, өлтіруге дайын. Ол кісі байланды. Байланған кезде Абу Суфиян екінші рет мынандай нәрсе айтты. Хубайб деп жатыр. Өзіңді өзің құтқаруға мүмкіншілігің бар сен. Былай деші дейді. Менің орнымда Мұхаммед болсын деп айтшы болды. Сен қазір мына жерде
дарға асылып жатсың, азап шегіп жатсың, ол ана жерде әйелдермен бірге жатыр, тып-тыныш, рахат. Сенің мына жерде не болып жатқанымен шаруасы да жоқ. Бір ауыз айт осылай. жай ғана айт. Болды, тек менің орнымда Мұхаммед болсын де, саллаллаху алейхи уассалам. Сен басыңа бостандық аласың, Меккеде спокойно өмір сүре бересің дейді. Хубайб ибн Ади айтып жатыр. Менің орнымда Мұхаммед болсын сөз былай тұрсын дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның табанына кірген тікенге разы болмаймын деп жатыр. Қазір осы жерде өзімнің өліміме разымын, оның аяғына тікен кіргенге разы емеспін деп жатыр. Ана жерде барлығы шулап кетті. Деп айтып жатыр, мына жерде көзі қанға толған адамдардың ешқайсы менің осы халімді сізге жеткізбейді, я Расулалла. Я Раббым, менің халімді пайғамбарымызға жеткіз. Ассаламу алейкум, я Расулалла деп айқайлады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи Мәдинада орнынан тұрып кетті дейді, орнынан тұрды. Алейкум салам, я Хубайб деді. Сахабалар таң қалды. Бауырларың Хубайб шахид болды деді. Болды деді. Үкімдеріңді береміз деді. Жан жақтан жас жігіттер найзаны тыққылай бастады. Шыдамның да шегі болады ғой, енді ондайды басымыздан өткізіп көрген жоқпыз. Жар ортасына келген кезде Хубайб ибн Ади басын көтерді да көкке, я Раббым деп жатыр. Мына мушриктерді жермен жексен қыл деді. Ешқашан бұларға өзіңнің нығметіңді төкпе деді. Қарғыс айта бастады жерде. Жан жақтан тыққыштап жатыр. Ана кісінің аузынан естіген қарғысты көргенде бәрін найзаларын тастады. Тыңдап тұрғандардың барлығы жерге құлады, жерге жата қалды. Ана не бар да, бір мушриктерде бұрынғыдан қалған бір сенімдері бар да, бір адам қарғыс айтса жерге жата қаласың, қарғыс үстіне өтіп кетеді деген сияқты. Ана қарғыстың шынайылығы сонша, тіпті найза тығып атқандардың өздері қорқып кетті онан жасап атқан кезде. Аллаху субхана ва тағаланың рахметіне көшті. Абу Суфиян радиаллаху анхудың өзі айтады ғой, сол күні ойландым дейді олай. Субханалла, қаншама патшаларды көрдім, қаншама лидерлерді көрдім, қаншама әлеммен араластым. Енді қажылық орталығы болғаннан кейін дүниенің түкпір-түкпірінен адамдар келеді. Бірақ Мұхаммедтің артына ерген сахабалар сияқты преданный, берілген ешқайсынан бір соратниктер көрмедім. Не күш бар бұда деп жатыр. Әлі иман келтіре алмай жатыр ғой. Не соншама бұларды осындай өлімге шейін алып келеді. Айналамызда жүрген адамдардың бәрі менің қасымда болса менің сөзімді айтады, мынаның қасымда болса мені жамандайды. Өлім өзін өлімге арнап жіберетіндей соншама не құдіреті бар оның деген ой келе бастады дейді. Артынан айтып жатыр ол нәрсе. Біз былай жасап едік қой дейді. Ана жерге бір үлкен мәрәсім жасайық та бүкіл меккеліктердің бәрі исламнан бас тартып кетсін деп, керісінше ана екеуінің дарға асылуы бүкіл Меккеге реклама болып кетті ислам. Бірінен соң бірі, бірінен соң. Яғни қысқашасы Меккенің фатихының бір несі да меккелік мұсылмандардың, меккелік мушриктердің ағылып Мәдинаға мұсылман болып баруы. Меккенің ішіндегі бүкіл алауыздықтығы, бүкіл проблеманы бәрін біртіндеп барып пайғамбарға жеткізе беру. Пайғамбар түсінді уже, саллаллаху алейхи уассалам, Меккенің бітіп тұрған. Мекке үзілейін деп тұрған түсінді. Барды, үлкен дайындықпен барды. Бәрібір Меккенің аты Мекке ғой, кім білді, біреуге ысқырса, әскер қосыла салуы мүмкін ол жерге. Бірақ барды, Меккенің фатихын білесіңіз, ешқандай шайқас болған жоқ. Есіктерден кірді да ала салды. Өйткені Хубайб ибн Адилардың сол жерде асылуы, сол жерде кішкентай бір 5-6 ай, 3-4 ай өмір сүруі меккеліктердің бәріне дін насихаттап кеткен ғой қысқашасы. Ана Асхабул Ухдуд деген бір оқиға өтеді, басқа сахабаның өмірінде айтармыз, ұзап кетпесін. Олар да тура осылай болған. Бір күні Хазіреті Омар радиаллаху анху заманында Сейд ибн Амр деген сахабаны
хумусқа әкім қылады. Қажылыққа келеді, қажылық айы болған кезде Хазіреті Омар халықтан сұрайды да, келеді ғой әр жерден әкімдер халық келеді, әкімдеріңе разысыңдар ма, бір проблема жоқ па, әділ халиф болған ол кісі. Сол кезде хумустан бір топ адам келіп айтып жатыр, я разымыз, бәрі жақсы, бірақ біз әкімімізден қорқамыз дейді. Анда-санда талып қалады ана кісі. Ден саулығы кішкене дұрыс емес, бір дені сау, бір дұрыс бір адам жіберсеңіз болмай ма бізге, әкім ретінде? Бір күні өліп қалса, қорқып кетеді. Хазіреті Омар шақырады Саид ибн Амрды, сосын сұрайды, осындай үстіңнен жалып өтсіп жатыр, не ауру дейді, не аурумен ауырасың? Сосын ана кісі айтады, негізі мен Меккеде Хубайб ибн Ади мен Зейд ибн Дасиннаның екеуінің дарға асылған күнінде болғам дейді. Ана жердегі болған оқиғаны енді ана кісінің қарғыстары құлағыма келген кезде өзім ұстап талып қаламын дейді. Хазіреті Омар құшақтап, бұл бір кемшілік емес екенін түсінеді. Әкімдіктен алмайды, өмірін соңына шейін хумуста әкім болады. Жасы 28 жаста. 28 жастағы жігіт туралы әңгіме айтып отырмыз негізі асылында. Жасы 28 жаста. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қолында 4 жыл тәрбиеленген. Бір сахаба Аллаху субхана ва тағаланың рахметіне осылай көшеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам арнайы Миқтат ибн Амр мен Зүбейр ибн Ауамды екеуін бұл кісінің мүрдесін Меккеге, Мәдинаға алып келу туралы тапсырма береді. Бұл кісіні Абу Юсуфтың Китабул Латаифінде Даққақтан риуаят етіледі бұл хадис. Бірнеше риуаят жолдары бар. Солардың барлығынан құрастырып, мынандай бір оқиға ортада. Келдік дейді, келсек, 40 адам қойыпты дейді басына. Күзетке. Мүрдені. Сол жіпке сол байланған күйінде, асылған күйінде солай қалған ғой. Арадан қанша уақыт өтті білмейміз ғой. Бір ай өтті ма, 2 ай өтті ма? Салбырап солай тұр, ананы мысал қылып қойып қойған ғой. Еші жаңа бірдеңе болмасын, бірдеңе жеп кетпесін деп қасына 40 адам ғой. Біз келсек сол күні түнде сылқия мас екен дейді бәрі. У-шу жаңа айналасында сондай жағдай болып жатыр. Яғни қатты қиыншылық тудырған жоқ дейді қасына бару. Қасына бардым да арқандарды пышақпен кестім, жерге құлады дейді. Жерге құласақ денесінен қан ағып жатыр дейді. Жаралары сол күйі. Найза тығып тастаған. Ешбір жері көгермеген, ешбір жері қараймаған. Кәдімгідей жүзі сол құбылаға қараған күйі. Солай алдық, атқа өңгердік, сосын шауып кеттік. Аналар да бізді көрді, артымыздан қуды. Содан енді шауып келатырмыз, бір кезде мүрдені құлатып алдым дейді жерге. Мүрде жерге құлап кетті дейді, енді аттың үстіне өңгеріп алып келатыр ғой. Жерге құлап кетті. Бұлай бұрылдым дейді аттан кейін қарай. Қарасам басынан бастап мүрдені топырақ жұтып жатыр дейді. Соңына шейін, аяғына шейін топырақ жұтып кеткенге шейін қарап тұрдым дейді. Мүрде жер бетіне көрінбей кеткеннен кейін шаптым, артымыздан қуып кетті, біз қашып құтылдық дейді. Хубайб ибн Ади радияллаху анху, Аллаху субхана ва тағала абадан разы болсын. Бұл кісінің өмірін жазған, жеткізген, риуаят еткен анау сахабалардан бастап күні бүгінге шейін төкпей шашпай алып келген атақты ғалымдарымызға Аллаху субхана ва тағала разы болсын. Я Раббана әл-Кәрим, осыны халыққа жеткізу үшін таңертеңнен кешке шейін еңбек еткен сен екеуіңе де Аллаху субхана ва тағала разы болсын. Осыны күйдірмей, жандырмай жазып отырған осы жерде оператор бауырларымызға да Аллаху субхана ва тағала разы болсын. Өйткені барлық нәрсе жаңа біздің оқып алғандығымыздан, біліп алғандығымыздан емес. Кейбір сахабалардың өмірін жеткізе алмаймыз, айта алмаймыз. Қанша айтсақ та жазбайды камералар. Сол себептен Алла тағала егер шанына, шөһретіне, абыройына бір зиян келтірмесек, осының аман есен халыққа жетуін Аллаху субхана ва тағала өзі жеңілдетсін. Осының арқасында біздің де абыройымызды дүнияда және ақыретте көтерсін.
кемшілік тұстарымыз болса, алла тағала бүкіл қателіктерімізді дүнияда қалдырсын. Құрметті бауырлар, сіздердің қолдауларыңыз өте маңызды. Жап-жас жігіттер өсіп келе жатыр. Осындай бір дүниенің барлығын сізге жеткізу үшін қаншама еңбек жасап жатыр. Бұдан да басқа түрлі жобаларымыз бар. Сол жобалардың барлығында үнемі қолдап жүріңіздер. Жастарды қолдаңыздар. Қазір ел тыныш, халықта берекет, ынтымақ бар. Осының арқасында қазір мына кішкене ақсап қалған дінімізді, ғылымымызды көтеріп алайық. Халқымыздың, жастарымыздың намысын көтеріп алайық. Өмір бақи осылай тыныш болып тұра бермейді. Басымызға кез келген жағдай келгенде еліміз, халқымыз бір бүтін ауызбіршілікте кез келген ауыртпашылықты көтере алатындай алла тағала бізге мүмкіншілік берсін. Елімізге тыныштық берсін, халқымызға абырой берсін. Алла тағала кімді жақсы көрсетсе, соны жақсы көрсетсін. Соны жақсы көрген күйде жанымызды алсын. Ақиретте иншалла өзі сүйгендермен бірге тірілуімізді баршамызға мүмкіншілік берсін. Уахир дa'вана анил хамдулиллахи rabbil alamin.